Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін дәл видеодағыдай самсаларыңыз үй жағдайында қышырлап әдемі болып піскенін қаласаңыздар, менімен бірге ең соңына дейін бірге болып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдыменен салқын суымызға бір шай қасық тұзымызды салып, және де ұн илеуіштен өткізген ұнымыздың үстіне құйып, ең алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз орташа болу қажет, қатты да жұмсақ та болмау қажет. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Мен толық рецепт описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Қамырымызды дәл видеодағыдай жақсылап илеп, салафанға салып, 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. 10-15 минут тұрғаннан кейін қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Алдын ала майымызды ерітіп дайындап қоятын боламыз. Майды міндетті түрде суын тартылғанынша көбірек қайнатыңыздар, сонда суы тартылатын болады. Біріншісін жайып, үстіне майын құйып, екіншісіне тағы да үстіне қойып, жайып болғаннан кейін осылай майын құйып жағып алатын боламыз. Міндетті түрде кішкене майын кептіріп барып ораңыздар, сонда қамырларыңыз қатпарлы болып шығатын болады. Дәл видеодағыдай рулет тәрізді су орап, дөңгелетіп, мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Мейлінше бір күн тұрған қамыр жақсы болып шығатын болады. Мен бір күнге қойып қойдым. Егер асығыс кезде жасасаңыздар да, жарты сағат көлеміне қойып қойсаңыздар болады. Менде бір күн тұрған қамыр өте керемет болып шықты. Қатпарлы. Видеода да көрініп тұрғандай, өзі қатпарлы екені көрініп тұр. Барлығын керегінше кесіп аламыз. Самсаға тағы бір айта кететін жайт, дәл ортасынан осылай үстінен басу арқылы ретке келтіріп алатын боламыз. Мен қамырды кукурузный крахмалмен жаямын, сонда қамырларыңыз жақсы жайылатын болады. Дәл видеодағыдай етіп жайып аламыз. Содан соң салмасын салып, түйіп алатын боламыз. Өз қалауларыңызша 3 бүріштеп түйсеңіздер де, домалақ қып түйсеңіздер де. Мен осылай 3 бүріштеп түйдім. Екіншісінде дәл солай көрсетіп жіберейін. Ортасын баспай, екі шетін басу арқылы жаясыздар, сонда қатпарлығы сақталып қалатын болады. Пешті алдын ала қыздырып, үстіне жұмыртқамызды жағып, пешке пісіріп алатын боламыз. Самсаларымыз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет
дәмі де өте керемет болып шықты. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.